саламатсыздар ма? Мен Нұрмұхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің арнаулы пәндер мұғалімі Жолдасова Сәулет Тұрарқызы. Бүгінгі мен сабағымның тақырыбы қазандық қондырғысының жұмыс жасау қағидасы, түрлері мен белгіленуі. Қазандық туралы алғашқы ұғымды түсініп алайық. Қазандық агрегаты деп қысым мен температурада және берілген мөлшерде уды алуға арналған энергетикалық қондырғыны айтамыз. Бұл құрылғыны бу генераторы деп те атайды. Жалпы бұл құрылғы бу генерациясы өткізетін аппарат. Жалпы қазандық агрегаттары екі негізгі классқа бөлінеді. Булы және сулы жылытқыштар деп. Қажетті бу немесе ыстық су жасауға арналған қазандық агрегаттарды және қосымша құралдар мен механизмдердің жиынтығы қазандық қондырғысы деп атайды. Бұл жерде қазандық қондырғысының сұлбасы. Қазандық қондырғысының сұлбасында отын бірінші беріледі. Ол ошаққа барып жану процесі болады. Бұл жану процесі кезінде бу өндіреміз. Жану процесі кезінде бу өндіреміз және түтін қосымша шығады. Түтін атмосфераға ұшады, ал біз осы қыздырылған буды турбинаға беру арқылы өндірістік қажеттікке жаратамыз. Бұл жерде қазандықтағы бу жүру процесінің сұлбасы. Бірінші оттыққа көмір немесе басқа шикізаттар бункерге келіп беріледі. Олар ұсақталып майдаланып, ауа қоспасы арқылы араласып оттыққа түседі. Оттықта жану процесі болады. Отын жанған кезде 1500 градус Цельсияға дейін қызу бөлінеді. Бұл қызу арқылы қазандық ошағының жан жағында орналасқан құбырлар бойындағы су ысиды. Ол ысыған судан бұл жоғары температурада бу пайда болады. Ол біздің жоғарғы сары белгімен белгіленген барабанға барып жинақталады. Барабандағы буды қайта ысытқыш қондырғыға түсу арқылы турбинаға жіберіледі. Бұл жердегі будың температурасы 500-ден 545 градус Цельсияға дейін барады. Және осы барабанға келе жатқан буды бұл қайта қыздырғыштарда қыздырамыз. Жоғары температурадағы бу ары қарай турбинаға кетеді. Бұл жерде бізде экономайзер, барабан, бұл қайта қыздырғыш, драгилка, топтар қазандығымыздың негізгі элементтеріне жатады. Қазандықтың негізгі элементтері барабан, ауа қыздырғыш, бу қайта қыздырғыш, экономайзер. Қазандықтың түрлері мен маркіленуі мемлекеттік үлгі бойынша белгіленеді. Е белгісіндегі табиғи циркуляциядағы бу қазандығы. Е болса, ол табиғи циркуляцияда қыздырылған бу қазандығы. ПР болса, еріксіз циркуляциядағы бу қазандығы. Ал келесі ПП бу түзуші жоғары қыздырудағы бу қазандығы. Осы қазандықты енді жанған отын түрі бойынша бірнеше түрге қарай бөлеміз, маркілейміз. Г газбен жанатын қазандықтар, М мазутпен жанатын қазандықтар, ГМ болса газ мазутта жанатын қазандықтар. Біздің келесі отын түрі қатты отын болғандықтан Б белгісінде қоңыр көмірде, К белгісінде тасты көмірде және қосымша тағы К аралас отынды, яғни газ, мазут, қатты отында жана беретін қазандықтарды айтамыз. Бұл қазандығын өндіруші зауыттар Таганрог зауыты, барабанды және тура ағынды бұл қазандық кешендерін өндіреді. Олардың белгілеуі ТГН деп қазіргі таңда өндірісте ТГН 96, ТГН 701 деген қазандықтар осы Таганрог бұл қазандық заводынан шыққан.
Келесі ВКЗ дейтін Барнаул, бұл қазандық зауыты. БелКЗ дейтініміз ол Белград, бұл қазандық зауыты. Мысалға ВКЗ 160 та 100 дегеніміз ВКЗ Барнаул зауытынан шыққан 160 оның атмосфералық қысымы 160 мегапаскаль. ВКЗ 160 та 100 дегеніміз ВКЗ Барнаул зауытынан шыққан 160 тонна бөлінген сағат номиналды көрсеткіші 100 атмосфералық қысымды білдіреді. Бұл жерде ГМ дейтін газ мазутта жұмыс жасайтын қазандық. Қазандық суымен қарай негізгі құрамы П тәрізді, П тәрізді, Н тәрізді және мұнаралы болып төртке бөлінеді. Келесі қазандықтың түрлері мен маркіленуі. Бірінші қазандықтың түрі оның номиналдық көрсеткішіне қарайды. Екінші қысымға қарайды, үшінші температурасына қарайды, төртінші тағы да сол температурасының жоғарылықтарына қарай бөлінеді. Осы қазандықтың белгіленуі ПП болса, ол тура ағынды, табиғи айнымалыдағы аралас айналымды қазандықтарды айтамыз. Ал кішкентай екінші П болса, аралық қыздырғышы бар қазандықтар. 2600 бюри дегеніміз бұл өндіру шамасы 25 асқан будың қысымы. Бұның өлшемділігі мегапаскаль. 545 пен 567 арасындағы будың шамалары. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.